Так, братья, прямой эфирден шықтық. Біз қазір мен залға бара жатырмын. То есть имеется в виду мен үйге барам, сосын залға. Маған 1 сағатта үйге жетіп, заттарымды алып, залға бару керек. Үлгерем ба, үлгермеймін ба, білмеймін. Шашым енді бірақ мынандай стиль жараспайды екен, оказывается. Сол себептен мен қазір үйге асығыс үсігіс бара жатырмын, короче. Заряд, настрой бешеный, зарядсыз, зарядтың не қатысы бар деймін да? Шықтым, өсе қазір Сағатжан сыртта күтіп тұр. Bir жерге барайын деп жатырмыз. Қазір историяға салатын боламын. Күнде мен осылай эфирден алып кетеді. Сыртта такарада. Күнде эфирден салып, күнде күтіп тұрады. Приятно. Пацандар. Қалайсыз? Ал бүгін подругаммен наконец-то кездесіп отырмын. Уже қанша күн болды кездеспегенімізге. Осы екеуміздің место встречи всегда білмеймін. Короче, қалай дұрыс. Но главное түсініңіз. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Бүгінгі қасиетті жұма күн баршаңызға қабыл болсын. Айтайын дегенім, кеше мен енді рилс салған болатынмын. Ән айтып, сөйтіп комменттерді оқысам, көбісі жазып жатыр енді. Фархат әбіш кетті, қартайып кетті, азып кетті деп ойланып қалған соң, шынымен солай ма деп. Енді азған себебім бар енді, өйткені ораза айы мен обязательно азам. Тастайын 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм тастайтын бар. Бірақ кейін қайтан жинап аламын. Мен былай қарасам, бұрайды нормально, әбірген еш жерім жоқ. Қалай дейсіздер? Нормально. Қалайсыздар? Жақсыздар ма? Айта кететін бір жайт бар. Кеше ән салдым. Мен сені тәңірден тіледім деген. Кейбір жандар ойлап жатыр екен, бұл ән менің әнім деп, авторлық әнім деп. Жоқ, бұл менің әнім емес. Бұл просто перепевка, кавер дейм ба, қалай айтайын. Бұл әннің иесі Айбек Тайболла деген бауырымыз. Сол жігіттің әні негізі. Егерде оригинальный вариант тыңдаймын десеңіздер, Айбек Тайболла деп жазып, Google-да немесе YouTube-тан қарасаңыздар болады. Бірақ бұл менің әнім емес. Күрені алды, сұрамаңдар сосын. Неге мармия отсақтар? Шым-шым. Болды. Не, осындай 2 жай. Короче, 2 банка мед, мен мынандай магазинский бет ала салдым, соған 1,5 кесе шай кесемен секер салдым, сонымен шамалы қайнатамыз, 5 минуттан аса болды, сонымен араластырамыз. Осылай 5 минут қайнатады екен. Міне. Магай, поляу, кетті не? Холодильникке қойып Маман чак-чагында шай іштік алдында. Сол кеше ғана бітіп еді. Осы чак-чакты алып кетпейін деп отырдым. Піс болғазы күтіп. Холодильникке саласың ба?